Ассалаумалейкум достар, біздер Нұрсая 3-10 көше 7-ші үйде орналасқан осындай авторазборға келіп қалдық. Егер көліктеріңізге қандай да бір бөлшектер іздеп жүрсеңіздер, базарда қымбат болуы мүмкін. Арзан бағаға іздеп жүрген болсаңыздар, егер қарап ала аласыздар. Автокөліктеріңізге қандай да бір автобөлшектер керек болса, Нұрсая 3-10 көше 7-ші үйде орналасқан осындай автобөлшектер сататын жер бар. Бұл жерде иномарка барлық, иномаркілерге де, российский автокөліктерге де кез келген автобөлшектер таба аласыздар. Jelly 2008 жылғы. Так, бұл жерде сіздерге керекті капоты пайдаға асатын сияқты, пайдаға астыруға болады екен капотын. Және крылосы бар, сау қалған, келтіруге болады. Байтыл жақ есігі жақсы, ешқандай удар болмаған. Байтыл жақ артқы есігі ашылып жауып тұр, жақсы. Так, рулі көріп тұрғандарыңыздай щиток приборы бар. Тек радиаторлары арттарында, вентилятор, скоростар, ішкі есігінің щиткалары бар. Іздеп жүрген болсаңыздар, пассажир арты, так, байтыл жақ арты да бар екен. Сиденкісі бар артында. Так, жалпы іші осындай, көріп тұрғандарыңыздай. Терезелері, айна жоғары. Так, сыртқы бөлігінде жоғарында крышасы іште болмаған. Крыша ауыстыруға болады сіздерге. Так, сосын крылом келтіруге болады екен жалпы. Сосын есіктерінде кішкене шіріптері бар. Қарап алсаңыздар болады, бағасын келісіп. Осы авторазбормен терезелері, артқы боковой терезесі, артқы лобовойы, бәрі сау. Фар іздеп жүргендерге басты жақ фар да бар, кішкене түсігет қойған бампер келтіруге болады. Сосын артқы бамперлер іздеп жүрсеңіздер, Jellyға 18 жылға астында осы көрушетел анау дегендер бар. Егер Jellyға запчасть іздеп жүрген болсаңыздар, осы жерден таба аласыздар. Так, содан кейін бізде мына автокөлік Epson болады. Почти қалдырмастан алған екен. Так, қалғандар осы көзге көрініп тұрған сіздерге. Epsonға егер запчасть іздеп жүрген болсаңыздар. Так, бензин бак осы Epson'дікі сияқты астында жатыр. Так, тоқтары бар, Epsonға керек болса. Сосын стойкілерін қарауға болады. Так, так, Epsonға осындай бензин багының крышкасы деген сияқты сондай бір керек болса. Основной стойкілері бар. Порогтары, егер порогтары керек болса, порогтары бар. Жалпы тек стойка, порог, осындай нәрселер қалыпты. Так, бізде келесі Hyundai Odyssey. Мына Epson'ның артқы багажнигі жатыр екен. Epson артқы багажнигі бар екен спойлермен. Так, мынау жалпы автокөлік Hyundai Odyssey. Лобовойында трещина бар екен. Так, Hyundai Odyssey'дің мынау решеткісі. Решеткі іздеп жүргендерге
барлық креплениелері бар, жалпы көрініп тұр. Барлығы сау. Так, Hyundai Odyssey'ге сиденькілері бар. Міне бүктеліп жатыр, мына сиденькілері. Так, щиток прибор. Бана коробкасы, радио. Бана мафоны қарап жүрсеңіздер, өзінің оригинал. Рулевой. Так, мына жерде не бар болған? Odyssey'дің бұл жерде орап қойған екен. Жоғарғы ашық сияқты да, қателеспесем. Жалпы видео көріп тұрғандарыңыздай, осының барлығы Hyundai Odyssey'дікі. Ар жақ пассажир есігі бар екен. Қазір көретін боламыз. Ашықлері, стойкілері көріп тұрғандарыңыздай, не керек мына жерде? Резинка, пружина. Так, бұл жақта міне боковой айнасы, терезесі. Так, есіктер целый екен, почти ештеңе болмаған. Қысылып қазір ашылмай тұр. Так, водитель ар жақта да, пассажир жақ есігі. Ашылып жабылып тұр, кәдімгідей. Ешқандай соққы болмаған. Сиденькілері бәрі сау екен. Так, Epson қарап жүргендер, Hyundai Odyssey қарап жүргендерге осындай қысқаша ақпарат беріп жатқан ана жерде. Так, жоқ екен. Так, жалпы Hyundai Odyssey. Так, сосын мына жерде көпшіліктің сұрауы бойынша мына жерде Nexia бар. Nexia 2. Так, болған Nexia'ға не бар екен? Жалпы Nexia'ға артқы есігі бар екен. Кішкене ремонт жасауға терезелері бар екен. Так, және ішкі так рулі бар. Печкіге анау коробка. Фары бар екен. Nexia 2-ге барады. Сиденькісі бар, задный. Жалпы, көріп тұрғандарыңыздай, печкінің анау заттары, сондай заттары бар. Айна терезесі бар, боковой задный. Так, сосын задный фарасы бар, пассажир жақ. Бағаларын қазір мен номерін жазып кетем, бағаларын содан біле аласыздар. Задный крыло, стойкілері, артқы есігі міне. Жалпы шамалы ремонт жасап келтіріп алуға болады. Пассажир айнасы бар. Көріп тұрғандарыңыздай осындай заттары қалған екен. Генератор. Осындай заттары бар. Келесі автокөлік. Мынау қандай автокөлік екен? Көзіптері қалған. Camry Сороковканың стойкісі қалған екен. Camry Сороковка стойкісі алдыңғы бөлігінен бәрі болып кеткен екен. Көріп тұрғандарыңыздай. Патрубкілері бар екен. Егер патрубка қарап жүрген болсаңыздар, келіп қарап алсаңыздар болады, шешіп. Так, мынау қандай машина? Nissan дейді. Қандай Nissan мынау? Так, оны байқай алмай тұрмын. Келесі автокөлікті қараймыз. Так, Toyota емек дейді. Camry дейді, 2.5.
Камри деп жазылып тұр, бірақ Камри ұқсамайтын сияқты бұл. Так, мына жақта автокөліктерді қарайық. Қандай автокөлік екенін түсіну қиындап барады түрлерін.